Армысыңдар, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз 7-ші сынып қазақ әдебиеті пәні. Сабағымыздың тақырыбы тіл дамыту. Ал сабағымыздың мақсаты өтілген шығарманы пысықтау бағытында болады. Ол үшін өздеріңнің оқыған, көрген, талдаған, түсінгендеріңді өз сөздеріңмен жүйелі түрде жеткізесіңдер. Және түйіндеме, тұжырымдама жасайсыңдар, ұсыныс айтасыңдар, пікір жазасыңдар. Ендеше мақсатқа бірге жетейік. Тақырыбымыз тіл дамыту болғандықтан, міндетті түрде мақал-мәтелден бастаймыз. Неге десеңдер, мақал-мәтел 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Мақал-мәтел аз сөзге көп мағына береді. Ендеше, екі бағынадағы мақал-мәтелге көз жүгіртейік. Мақал. Бидайдың кеудесін көтергені дақылы жоқтығы, жігіттің кеудесін көтергені ақылы жоқтығы дейді. Ал мәтел. Арсыз адамның қоры, арсыз болмай атақ жоқ дейді. Ендеше, сіздерге тапсырма. Мақал мен мәтелді екі бағанадан көрдіңдер. Соны түсіндіру арқылы дәлелдеулерің керек. Бірінші мақалдан бастайық. Егер дейді, бидай кеудесін көтеріп тұрса, онда оның дақылы жоқ дейді, дақылы, дәні жоқ дейді. Дәні бар, дақылы бар бидай бұлай тұрмай ма? Ал егер жігіт кеудесін көтерсе дейді, онда оның ақылы жоқ дейді. Балалар, сендер бұл жерде жігіт деген үнемі еңкейіп, алдыға қарай басын иіп жүру деп түсінбеңдер. Жігіттің кеудесі қай кезде биік болады? Жігіттің басы қай кезде жоғары жүреді? Рухани бай болған кезде, еңбекшіл болғанда, білімді болғанда, ақылды болғанда, саналы болғанда. Ал мәтелге көшейік. Арсыз адамның қоры дейді. Арсыздықтан адам қорлық көреді дейді. Арсыз болмай атақ жоқ дейді. Арсыз болмай атақты бола алмайсың дейді. Бірақ балалар, сендер бұл жерде тура осылай ғана қабылдап қалмаңдар. Атақты, даңқты адал жолмен, еңбекпен, алға қойған мақсатпен алуға болады. Әрине, сол жолда алу керек. Мәтел сонда нақты айтпай тұр, е? Енді балалар, түйіндеме жасайық. Яғни түйіндемені қорытынды шығару арқылы жасаймыз. Мақал бірінші жолында олай істеме, олай жасама деп айтады да, екінші жолында сен солай жасасаң, солай істесең не болатынын айтады, шығатын қорытындысын айтады. Құдды бір ереже сияқты. Ал мәтел нақты айтпайды, жанамалап, астарлап, сілтемелеп айтады. Жақсы. Мақалды, мәтелді көрдіңдер балалар, енді өткенге ой жүгіртейік. Жаңағы мақсатымыздағындай, өзіміз өткен Мұхтар Шахановтың Нарын құм зауалы деген шығарманы оқығансыңдар. Сол шығармадан арсыз деген мақалға мысал іздеп көрейікші. Мен оқып шығайын. Топ бастадық 4 адам. Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап қағып арқаға қосып алдық ортаға. Бұл түгелдей мына ұлыңның ақылы. Еркін жәтер әңгіме ол бір таңға, қапсызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тарттық сұлтанға дейді. Міне бұл, яғни сол шығармадағы кейіпкердің арсыздығын, опасыздығын көрсетеді. Жақсы. Енді балалар,
Қазақ халқында сандардың да киесі бар. 3 саны, 7 саны, 11 саны, 40 саны деген сияқты сандардың да киесі бар. Сандар сөйлейді деген тақырыпта ой қозғап көрейік. Жаңағы шығармадағы кейіпкердің арсыздығын көз алдарыңа елестетіп отырыңдар. Сандар сөйлейді, 3 арсыз. 3 арсыз бар. Біздің сандардың арасында айтылатын бұл да бір қасиетті пікірлер. Ұйқы арсыз дейді, күлкі арсыз дейді, тамақ арсыз дейді. Дәлел дейді, ұйқы. Ұйықтап кеттің. Сағатыңды тұратын уақытқа қойып қойдың. Қатты шаршап жатырсың. Ұйқы дұшпан дейді. Әрі қарай ұйықтап кетуің әбден мүмкін. Ұйқының арсыздығы. Күлкі. Кейде күлмейтін жерде күлеміз балалар. Күлкі қысады адамды. Өлік болып жатқанда күлеміз кейде. Тамақ арсыз дейді. Қандай жағдайда біз тамақ ішеміз? Қаралы үй шыққанның өзінде, қаралы үй шығарған адамның өзі, өлік шығарған адам үйдің өзі 3 күннен кейін тамақ ішіп отырады балалар. Міне тамақтың арсыздығы. Біз бұны дәлелдедік. Енді балалар шығармадағы кейіпкердің қасиеті мен мына 3 арсыздағы қасиетті айырмашылығын айтып көрейікші. Шығармадағы кейіпкердің әрекеті бұл жоспарланған түрде, яғни қасақана ұйымдастырылған. Ал мына 3 арсыз ше, ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз, бұл адамның еркінен тыс болған іс әрекет. Енді қараңдар, осы екеуін мұқият бақылаңдар. Қай арсыздық қасиет? Қасиет деп айтайын ба? Қай арсыздық? Қай арсыздық одан сайын опасыздыққа апаруымызға болады. Осы 2 арсыздықты талдадық қой. Енді балалар, мынандай үй тапсырмасын бергім келіп отыр. Бағанадан бері мақал-мәтелдер айтылды. Сол мақал-мәтелдерді тегінен алған жоқпын. Сол мақал-мәтелдерді пайдалана отыра жаңағы арсыздық тақырыбындағы шығармадағы арсыздық пен 3 арсыздықты салыстыра отырып, Қадыр Мырзалінің мына сөзіне эссе жазып беріңдер. Адам боп оңай туған мен, адам боп қалу көп қиын деген екен Қадыр Мырзалы. Ендеше осы шығармаға эссе жазып беріңдер. Балалар, назарларыңа рахмет.